Құрметті әріптестер, 23 сәуір дүниежүзілік оқырмандар күніне орай мен өзім оқуға тиіс 10 кітап сериясындағы тәрбие кітабымен бөліскім келеді. Себебі бұл кітап өте құнды кітап. Онда отбасындағы бала тәрбиесі туралы құнды ойлар айтылған. Солардың ішінде өзімнің жүрегіме жақын келген түйінді жерлерін сіздермен бөліскім келеді. Жүсіпбек Аймауытов: баланы тәрбиелеу үшін әрбір тәрбиешінің өзі тәрбиелі болу керек. Себебі айтып ұқтырғаннан гөрі бала көргеніне көп еліктегіш болып келеді. Солай болған соң балаға не жақсы мінез болсын, іспен көрсету керек дейді. 9 ғасырда өмір кешкен Қорқыт Абыз бала тәрбиесі туралы анадан өнеге көрмеген қыз жаман, атадан тағылым алмаған ұл жаман деген екен. Демек балаға алдымен ата-ананың өзі сөзімен емес, ісімен үлгі-өнеге көрсетуі қажет. Адамдардың барлығы бірдей қабілетпен дүниеге келеді. Кімнің қандай адам болатынын негізінен ортасы мен тәрбиесіне байланысты. Ойларыңа абай бол, олар сөзге айналады. Сөздеріңе абай бол, олар іске айналады. Істеріңе абай бол, олар әдетке айналады. Әдеттеріңе абай бол, олар мінезге айналады. Мінезіңе абай бол, ол сенің тағдырыңа әсер етеді. Өмір жолында талай қиындықтарында кездесері анық. Міне сондай сәттерде жағдайыңыз қанша қиын болса да мойымай, бұл күннің де өтетінін және алда жарқын болашақ күтіп тұрғанын ойлаңыз. Депрессияға берілмеңіз, оған қарсы күресте үміт пен сенімге, төзімділік пен әзіл қалжыңға сүйеніңіз, жан дүниеңіз жүдемесін. Балаларыңызға, ағайын тума, құда жекжатқа әр мерекеде кітап сыйлаңыз. Той томалаққа, шашуға тәтті емес кітап апарыңыз. Қыздың жасауына кітап салыңыз. Кітап жиналып тұрған үйлерде өскен балалардың болашағы кемел болатынын дәлелдепті зерттеулердің бірі. Тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев кітап мәдениет пен руханиятты қорғауда теңдесі жоқ қару болып табылады деп атап өткендей, мен барлықтарыңызды рухани байлығымыз кітап оқуға шақырамын.